Осыған орай, еліміздің жаңа ата заңының алғашқы жобасы жасалды. Оны дайындау кезінде соңғы 6 ай бойы азаматтардан келіп түскен ұсыныстар, комиссия мүшелерінің пікірлері, 4-ші отырыста таратылып таныстырылған жоба бойынша айтылған ескертулер мен ұсынымдар ескерілді. Жаңа Конституцияның жобасын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Оның көптеген новеллалары туралы біз бірнеше күн бойы айтып келеміз. Сіздер басынан қолдау тапқан жаңа институттарды жақсы білесіздер. Мен оларды қайталамай жетілдірілген ережелерге тоқталсам деймін. Қазақстанның жаңа Конституциясының алғашқы жобасы преамбуладан 11 бөлімнен және 95 баптан тұрады. Конституцияның преамбуласы толығымен жаңарды. Онда еліміздің өткенін дәріптейтін, бүгіні мен болашағына бағдар болатын жалпы ұлттық құндылықтар көрініс тапты. Олар жайлы үлкен талқылаулар өтті және көпшілік тарапынан қолдау тапты. Жобада Қазақстан Республикасы қызметінің жаңа негіз құраушы қағидаттары бекітілді. Мемлекет қызметінің стратегиялық бағыты ретінде адам капиталын, білім мен ғылымды, инновацияны дамытуға ерекше көңіл бөлініп отыр.